Кішкентай қиқар піл. Африкалық ертегі. Африкада кішкентай піл өмір сүріпті. Оның қиқарлығы сондай, ешкіммен тіл табыса алмапты. Бірде бүкіл піл отбасы серуендеуге жиналады. «Кеттік», деді піл әке баласына. «Бармаймын», деп жауап берді ол. «Жүре ғой», деді піл ана. «Бармаймын», деп жауап берді баласы. «Кеттік», деді үлкен бауырлары. «Бармаймын», деп жауап берді кішкентай піл. «Онда сенсіз ақ серуендейміз», деп пілдер кетіп қалады. Кішкентай піл қалып қояды. Жалғыз қалғанда ғана бәрімен бірге серуендеуге шықпағанына өкінеді. Үлкендердің оны ертпей кеткеніне қатты ренжиді. «Онда», дейді кішкентай піл, «мен енді піл болмаймын». Кім болсам екен деп ойланады. Осылайша арыстан баласы алан болуды шешеді. Кішкентай піл жерге жата қалып, 4 аяғын аспанға көтеріп, олармен ауада серпіп ойнай бастайды. Тура алан болып шыға келеді. Кенеттен қасынан үркек қарақұйрық жүгіріп өтіп бара жатады. Ол бір сәтке тоқтап, кішкентай пілге қарап, қорқып кетеді де зулай жөнеледі. Жіңішке аяқтарын лақтырып, мүйіздерін ерсілі-қарсылы шайқай жүгіреді. «Мен де қарақұйрық боламын», деп айқайлап, кішкентай піл қарақұйрықтың артынан секіре жөнеледі. Оның құлағы желдегі банан жапырақтары сияқты дірілдеп, жуан аяқтары біріне бірі шалынысып кете барады. Көп ұзамай секіре бергеннен оның бүкіл денесі ауыра бастады. «Қарақұйрық болғанның еш жақсылығы жоқ екен», деп ойлады кішкентай піл. Осы кезде ол кесірткені көреді. Кесіртке ағаштан салбырап тұрған шырмауықта отыр екен. «Қайырлы күн», деді кішкентай піл. «Қалың қалай?» «Нашар», деп жауап берді кесіртке. «Балаларымды немере ағаларым мен кішкентай қолтырауындармен ойнап келсін деп өзен жағасына жіберіп едім. Қолтырауындар ойынға беріліп кетіп, балаларымды байқаусызда жұтып қоймаса екен деп қорқып отырмын. Мен де сенімен ойнағым келеді», деді кішкентай піл. «Мен қазір шырмауыққа шығып аламын да, содан соң екеуміз бірге шайқаламыз». «Жоқ, айналайын», деп кесіртке шаңқылдай жөнелді. «Неге?» деп кішкентай піл ренжіп қалды. «Сен менімен ойнағың келмейді ме?» «Әрине қаламаймын. Біріншіден, мен балаларыма алаңдап отырмын. Екіншіден, сен тым ауырсың, және менің шырмауығым шыдамай үзіліп кетеді. Үшіншіден, қош бол». Кішкентай піл
көзін ашып жұмғанша кесіртке жапырақ арасына жылп етіп кіріп, құйрығын бұлғаңдатып көзден ғайып болды. «Керек еді маған осы кесіртке!» деп кішкентай піл пысқырып қалды. «Мен өзіме жақсы дос тауып алармын әлі». Ол әрі қарай жүруін жалғастырды. Кішкентай піл алаңқайда ойнап жүрген маймылдарды көріп қалды. Олар бірін-бірі қуып жүрді. «Міне, бұл маған лайық ойын», деді кішкентай піл. «Сендермен ойнауға бола ма?» «Кел ойна», деді маймылдар жамырай жөнелді. Дауыстарының ащылығы сонша, кішкентай пілдің құлағы бітіп қалды. Есін жиып үлгерместен маймылдар онымен ойнай кетті. Бұл бір керемет ойын болды. Маймылдар оның құйрығынан ұстап, тұмсығынан тартып, құлағын жұлмалады. Арқасына мініп, ішін қытықтап, ырға-жырға болды. Ал кішкентай піл қанша тырысса да бірде-бір маймылды қолына түсіре алмады. Көп ұзамай кішкентай пілдің күші әбден сарқылды. «Маған маймыл болған ұнамайды», деп қаша жөнелді. Ал маймылдар пілге ұзақ күлді. Кішкентай піл осылайша келе жатып бұтақтан бұтаққа секірген тоты құсты көрді. Тоты құстың түсінің алуан түрлілігі сонша, пілдің көзі бұлдырай бастады. «Мен енді не істеу керектігін білемін», деп кішкентай піл қуанып кетті. «Мен ұшамын». «Баста, ал мен тамашалайын», деп жауап берді тоты құс. Кішкентай піл қанша секірсе де ұшып кете алмады. Ол жерге құлап, аяғын ауыртып алды. Кәрі тоты құс басын бір жағына қисайтып, көзімен оған мысқылдап қарады. «Бұл жер жүгіріп, екпін алуға тарлау екен», деді ұялған кішкентай піл. «Мен саған қайда жүгіруге болатын көрсетемін», деп тоты құс жұбатқандай болып кішкентай пілді өзен жағасындағы жартасқа апарды. «Қара, міне», деді кәрі сайқымазақ. Жартасқа жақындап келіп, секірді де ұшып кетті. Кішкентай піл де жартасқа жақындап, ол да секірді. Осылайша суға шалп ете қалды. Үсті су болып, балшық пен балдырға малынып, кір-кір болып жағалауға шықты. Шыққан кезде жан-жағына қараса, жанында піл әкесі, піл анасы және піл ағалары тұрғанын көрді. Барлығы оған үнсіз қарап тұр екен. Кішкентай піл ұялып кетті. «Мені серуендеуге алыңыздаршы», деді ол. «Мен енді тек қана піл боламын». Бүкіл піл отбасы серуендеуге аттанды.